Арнама видеома қош келдіңіздер. Бүгін менде сіздермен өте қызық видео немесе челлендж десем де болады. Бұл видеоның аты әрине сіздерге 24 сағат розовый түсте деген видео түсіретін боламын. Мен андай типа галочка сияқты белгілейтінді ниет қойғанмын, жасағанмын. Сода көбісі розовый түсті белгілеп, сондықтан да мен розовый түсті түсіретін болдым. Басыма жат не істеу керектігін білесіздер. Тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Достар, мен сіздерге үйімді таныстырып кететін болсам, мына бөлмеде ештеңе жоқ. Мына осындай гүл, осындай нелер, осындай тәттілер және де осындай әдемі. Сосын тағы не бар? Сосын менің кухняма келетін болсақ осылай. Мына кухня, ал ар жақ бөлмесінде дым-саған жоқпын, өйткені бір бөлмеде отыра берем дедім. Ендеше челленджімізді бастаймыз. Так, мен қазір кішкене ойын ойнамын кеп тұрда. Және де менен мынандай дискілер бар. Мен осыны таңдап алдым. Және де қазір біз қосамыз. Болды. Даже осындай немде розовый түсте. Достар, менің что-то қарным ашып тұрған сияқты. Мынаны өшіре салайық. Менің қарным ашып тұрған сияқты, тамақ жеймін кеп тұр. Онысы біз тәттілер жеп алайық. Менің даже кухнямда холодильникте де тамақ, розовый тамақтарға толған. Ужас, достар, вообще. Қазір мен сіздерге не бар екенін көрсетіп шығамын. Клубника, осындай розовый шоколад, осындай әдемі чупа-чупс және де осындай мармелад. Қазір мен клубниканы жеймін кеп тұр, өйткені клубника бұлардың ішінен ең дәмдісі. Достар, менің тамағыма мәлімдеңіздер. Уже менің тамағыма ауыр келе жатыр. Аздап. Вот. Қазір біз осындай әдемі клубниканы жейтін боламыз. Достар, өте дәмді екен. Енді қалғандарын кішкенеге қалдырайық. Менің тәтті емес тамақ жеймін кеп тұр, керісінше. Ендеше кеттік кухняға. Достар, біз келдік. Мінекей қазір сіздерге. Достар, маған мән бермеңіздер, қараңыздар. Это просто так. Нормально. Мен қазір сок ішемін. Және де торт жеймін. Өйткені менде бұл пар розовый тамақтар. Сондықтан осыларды жеймін. Және кружкамды алайын. Кеттік. Достар, бай отбасыны көріп тұрсаңыз шығасыздар. Қалай болды, қалай шықты, соны комментке жазып кетіңіздер. Достар, менің подписчигімді 400-ге жеткізіп сайық, әрине. Мен сіздерден қатты қолдау күтемін. Осыншама менің нелерім болғанына қатты қуанамын, әрине. Және де мен сіздерді қатты жақсы көремін. Соны айтып кетейін. Достар, мен сіздерге алдыда баяғы видеоларымда уже 1000 адам көріп тастаған. Сіздерге көп алғысымды айтамын. Сіздер ең өте менің любимый подписчиктерімсіңдер. Сендерді қатты жақсы көремін, достар, соны ұмытпаңыздар. Вот. Енді біз тортымызды жейік. Мінекей, достар, менің уже түскасым дайын болды. Енді түскас дегенде бұл тәттімен түскас болатын болды, достар. Айтпақшы, достар, мен шашымды және үстіндегі киімді де розовый түс қып салдым. Достар, мен қазір бірнеңге көрем, наны или наны көремін. Екеуін қайсысын таңдарымды білмей жатырмын. Мен бірақ өз ойымша мынаны көргім келеді, және де мынаны. Мен осыны көрейін.
айтпақшы достар, мына дискіні алып тастайық. Достар, жақында обнова келеді, білесіздер. Яғни 82-шіне келеді. Ол 13 февральда, по-моему, келеді. Соны сіздерге асыға рум-тур жасаймын, көрсетемін. Сондықтан да менің каналымнан үзбей қарап жүріңіздер. 13 февральда шығатын болады. Және де достар, мен сіздерге алдағы уақытта басқа да нелер түсіріп кететін боламын. Мен сіздерге қалай тока-бока скачать тартуға болатынын жақында түсіретін боламын. Өйткені көбілері білмейді, кейбір подписчиктерім білмейді, айтады. Сондықтан мен сіздерге көрсететін боламын алдағы уақыттарда. Жарайды достар, мен осы екеуін жөндеп жатырмын. Вот. Өте дәмді және шоколад. Осындай қараңызшы, өте әдемі екен. Вот. Мен киноны нені көріп болдым, маған ұнамады, но енді нормально. Қазір дискісін қоямыз, және де мен ең күшті немді көремін, осыны. Типа өлең. О, достар, күшті, өте күшті. Достар, мен көргеніңіздей кішкене билеп алдым. Я, достар, өйткені менің ең любимый өлеңім. Вот, достар. Достар, уже біздің уақытымыз бітті. Көргендеріңізге көп рахмет айтамын. Маған тіркеліп лайк басуды қайтадан ұмытпаңыздар, өтініш сіздерден актив күтетін боламын. Менің уже активтерім төмендеп бара жатыр, өйткені кейбір видеомда ғана мың сондай адамдар көреді. Вот, достар. Бірақ менің видеом сіздерге ұнап жүргенін білемін. Вот, достар, всем пока. Қысқасын айтқанда. Вот, мне 24 сағат розовый түсте енді қандай сериал шығарайын, құмға жазып кетіңіздер. Вот, достар, всем пока.